Бүгін жастардан құралған еріктілер тобы пейнтбол ойынына қатысты. Бұл топ барлық шараларда белсенділік танытып келеді. Соны ескерген Жаңаөзен қалалық жастар ресурстық орталығы осы сайысты ұйымдастырған. Еріктілер тобының құрамында жалпы 80-ге тарта қаланың жастары бар. Пейнтболға солардың 40-ы келді. Алдымен нұсқаушылар сайыстың ережесін түсіндіріп, ойын құралдарын қалай қолданатынын айтып өтті. Алғашқы сайыс 5 адамнан құралған екі команданың арасында өткізілді. 15 минуттың арасында бір топ басымдық танытты. Сосын жеңімпаздар келесі топпен сайысқа түсті. Осы Жаңаөзен қаласында болып жатқан әртүрлі шараларға атсалысып, осы өзеннің волонтер еріктілер ретінде атсалысып жүрген бізге өзімізге ұнайды жалпы. Екінші раунд болады, база ауысады. Мана ойындармен оқ бітсе, ойыннан шектетіледі. Алып жатқан әсеріміз өте мықты. Жастар ресурстық орталығы еріктілер құрамын әлі де толықтырмақ. Өйткені сабақтан кейін бос уақыты көп жастар баршылық дейді. Оларды биылғы жастар жылында түрлі жиындарға тартып, шараларды ұйымдастыруға жұмылдыру орталықтың басты мақсаты. Осы қаланың барлық іс-шарасына, қайырымдылық шарасына, мереке шараларында осы еріктілер корпусының жастары белсенді жұмыс жасап, қолдау көрсетіп жүргесін, арасында осы спортпен шұғылдануға, көңілін көтеруге, бос уақыттарын тиімді пайдалануға үлесімізді қосып жұмыстанып жатырмыз. Пейнтбол спорты өткен жылдан бастап қолға алынған. Қараша-желтоқсан айларын алаңды жасақтауға арнапты. Ақпаннан бастап спорттық сайыстар басталған. Ұйымдастырушылар демалыс күндері адамдардың жиі келетінін айтады. Ал жастар ресурстық орталығында алдағы уақытта еріктілер тобына арнап түрлі сайыстар өткізу жоспарланған. Сәбит Лұқпан, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.